Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы мына бір риуаятты келтіреді. Періштелер жердің бетіне түседі. Олар әрбір көшенің басына отырып алып, адамдарға жар салады екен. Ва Мұхаммедтің үмметі, сендерге рызықты шексіз беретін, күнәларыңның барлығын кешіретін Раббыларыңа қарай шығыңдар деп жар салады екен. Сонымен адамдардың барлығы намазханаларына айт намазын оқу үшін жиналады. Барлығы жиналған уақытта Алла тағала періштелеріне былай дейді екен: "Уа періштелерім, егер біреу еңбек етсе, амал етсе, оның еңбек ақысы, оның қайтарымы қалай болмақ?" Дегенде періштелер: "Уа Раббымыз, әрбір еңбек еткен, амал еткен пенденің ақысын толық беруші өзіңсің ғой." Дегенде Алла тағала періштелеріне қарап тұрып: "Онда сендер куә болыңдар. Бұлар бір ай бойына ораза ұстады. Және кешке қарай тұрып намаз оқыды, яғни тараух намаздарын оқыды. Менің разылығымды тіледі. Енді бұлардың мен жазасын, яғни олардың сый-сияпатын өзім берем. Сый-сияпатым оларға беретін менің разылығым, және олардың күнәларын кешіруім. Енді айт намазынан сендер күнәларың, қателіктерің кешірілген халде, және менің разылығыма қолдарың жеткен жағдайда орала беріңдер, қайтыңдар" деп Алла тағала осылай пәрмен береді екен. Сондықтан айт күні, айт намазы біз үшін уәжіп. Ал енді айт намазына қандай да бір пенде келіп, айт намазын толығымен оқып, оралатын болса үйіне, міне осындай халде Алла тағала оның күнәларын кешірген, разы болған жағдайда үйіне оралады екен. Алла тағала баршамызға соны нәсіп етсін.